Қазіргі әлемде электр энергиясы шешуші рөл атқарады. Электр энергиясы өміріміздегі маңызды дүние. Біз ол арқылы теледидар көреміз және визуалды немесе дыбыстық ақпарат көздерінен мәлімет аламыз. Электрсіз қоғамның бүкіл құрылымы бұзыла бастайды. Электр энергиясын өндіру не себепті үлкен бизнеске айналғанын осыдан-ақ түсінуге болады. Бірақ көп елдерде бәсекелесуші нарық, үкімет және тұтынушы топтар бағаны бақылауды үйренді. Біздің нарық бағаны бекітуге өте жақсы ұйымдастырылған. Сонымен бірге ол электростанцияларды мүмкіндігінше арзан бағамен жұмыс жасату үшін өте қолайлы. Электр энергиясы бұрынғыша өте арзан, және біз тұрақты байыған сайын оны еселеп тұтынамыз. Біздің тұтынуымыз жыл сайын 1,5%-ға өсіп отыр. Электр бағасының төмендігі оның көптеп тұтынылуын ынталандырады. Бірақ мұның өзге бір жағы бар. Ол қоршаған орта. Біз тұтынатын электр энергиясы оңай жинай салатын табиғи, дайын өнім түрінде кездеспейді. Оны өндіру үшін өзге бір энергия көзін қолдану қажет. Әлемдегі электр энергиясының 70-90% аралығындағы үлесі қазбалы отынды жағу арқылы өндіріледі. Осылайша, электр энергиясы экологиялық таза отын болып көрінгенімен, оны өндіруде ғаламдық жылынуға себеп болатын қалдықтар шығарылады. Біз электр энергиясына артып жатқан сұраныстың шығынын өтей алғанымызбен, экологиялық зардаптар шығынын толтыра алмаймыз.